Баршаңызға қайырлы күн. Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Назарларыңызға кәрісше сәбіз салатының ең дәмді, ең дұрыс рецептін ұсынамын. Бисмиллах деп бастаймыз. Бізге 3 үлкенірек сәбіз қажет болады. Бұл жерде жарты килограмм сәбіз және де 2 тісше сарымсақ қажет. Менікі майда болды, сондықтан 3 қолданып жатырмын. Және де арнайы үккіш қажет болады. Сәбізді үккішке көлденеңінен жатқызып өткіземіз. Сонда үккіштен шыққан сәбіз бөліктері барынша ұзын болады. Сарымсақты майдалап тураймыз. Ең оңай әдісі сарымсақты бөліктерге бөліп, пышақпен басып, майдалап турау. Каналыма тіркеліп, видеоға тегін лайктарыңызды аямай басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Көбірек адам осы видеоны көру үшін сіздің қолдауыңыз өте маңызды. 1 шай қасық тұз, 2,5 шай қасық қант қосамыз, жарты шай қасық ұсақталған кориандр дәмдеуішін қосамыз. Кориандр дәмдеуіші кәріс салаттарының құпия ингредиенті. Дәмі базардағыдай болсын десеңіз, осы дәмдеуішті қалдырмай қосыңыз. Қаласаңыз, кристаллик тұз, яғни лотос дәм қосарынан жарты шай қасық қоссаңыз болады. Қолымызбен күш салмай араластырамыз. Салатымыздың дәл ортасына жарты шай қасық ащы бұрыш қосамыз. 1 шай қасық толтырып паприка қосамыз. Ұсақталған сарымсағымызды қосамыз. 50 мл сұйық майды отқа қатты ыстық болғанша қыздырамыз. 70% сірке қышқылынан жарты шай қасық қажет болады. Оны салатымыздың барлық жеріне тамшылатып құямыз. Ыстық майымызды дәмдеуіштердің сарымсақтың үстінен құямыз. Сонда дәмдеуіштеріміздің, сәбізіміздің дәмі одан сайын ашыла түседі. Бастапқыда өте ыстық болғандықтан силиконды күрекшемен араластырамыз. Кейін қолымызбен күш салмай араластырамыз. Салатымызды негізі бірден жей беруге де болады, ал уақыт болып жатса, барлық дәмдеуіштері сіңіп, дәмі одан сайын кіру үшін тоңазытқышқа жіберсеңіз жақсы болады. Қолымызбен қатты басып араластырмадық, сол үшін сәбізіміз қытырлақ, өзінің формасын сақтап тұр, яғни солып қалмады. Үстінен осылай қуырылған күнжіт сеуіп қойсаңыз, салатыңыз ерекше дәмді болады. Әрине, салатқа ащы бұрыш, болгар бұрыштарын, қияр, кез келген аскөк түрін қоссаңыз болады. Мен бүгін базалық нұсқасын көрсеттім. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, каналға тіркеліңіз. Жақсылықта жүздескенше.